Бисмилля, алхамдулилля. Денсаулық, спорт денсаулық кепілі дейді. Келе қалдым. О, анау неден границадан бұлаққа дейін жүріп келе жатырмыз машинамен. Келіп, жүріп, келіп, қайтып. Алхамдулилля, мына бір жерден интервью бергенге жақсы екен. Инжектор машина. Кете беріңдер, қазір. Бұлаққа барып, содан қайтып келе жатырмыз, машаллах. Алхамдулилля. Мына тау дастархан дейма, немене дейді. Алхамдулилля. Мына жақта жақсы да, ауа райы жақсы, тып-тыныш, тап-таза, су аламыз. Әрі. Ана төменге дейін жүгіріп барамыз қазір. Ана жақтан бері қарай жүгіріп келдік, су алып, енді солай қарай жүгіріп барамыз. Алхамдулилля, суық тек қоймайды. Жылы, нормально, тұман. Мына айтайын дегеніміз. Мынау тер қат қалар ма екен? Так. Неден бастасақ екен? Мынау 16 күні аяқтарын сындырам шыққан халықтың деп айтты, үйтті, бүйтті деп кім көрінген ана оттап жатқандар бар екен. Соларға айтарым. Мен жақсылап тыңдаңдар. Біріншіден дұға қылып, тәуелсіздік күніне шүкіршілік етіп келем дегендерге бірге барып, бірге тамақ ішіп, бірге асқа барамыз керек болдым деп. Дұға қылам десеңдер келіп, тамаққа апарамай, апарамыз ода емес мәселе. Оны желтоқсандықтар шешеді. Бәрін енді айтайын деп тұрғаным, сен көбісі, егер халық осы уақыттан келетіндер бар, бірең сарандар келеді, анау балаларын алып келеді деген сияқты. Ондайлар келіп жатса, алхамдулилля, оған ешқандай проблема жоқ қой. Дұрыс па? Ал енді арам ниетпен, арам пиғылмен Құдай бәрін көруші ғой, бәрін көріп тұр. Сөйтіп, елге бір фитна туғызып, яғни бүлік шығарып, ойлар өздерінің мақсаттарын, олар өздерінің ойында да осы недовольство жоқ, бір осы заказбен істеп жатқандар ғой. Соларды айтып отырмын. Егер де қандай да бір ырбың, жырбың, бір нәрсе деп, бір нәрсе керек, анау керек, мынау керек дейтін болсаңдар, басқа уақытта айтасыңдар. Сендер Совет өкіметіндегі біздің шыққанмен шатастырмаңдар. Совет өкіметіне біз коммунистік партияға елімізді басындырмаймыз деп шықтық. Ал мына жерде бұл тәуелсіздік ел. Құдайға шүкір, мұсылманбыз, кейбір кемшіліктер бар шығар. Оны иншаллах Аллах тағала әрі дұрыстайды. Өйткені бұдан да жаман күнінде тойға барғанбыз. Сондықтан кім бүлік іздеген тышқан сияқты болып шығатындар. Ойларыңды өздерің жақсы білесіңдер, Аллах тағала тем бойлы жақсы біледі. Сондықтан путать етіп, анау деп, мынау деп әр нәрсеге алып, аяғын сындырам деп айтты, жағын айырам деп айтты. Айырам. Иншаллах айырам. Тағы да айтам. Самый главный, қайраттан жаным әулие емес деп, мен мына Талғат Көшербаев деген ауылда су жағым бар. Әскерде мен 87-те кетіп, сол желтоқсаннан кейін ұсталып, содан документтерімді алып оқудан шыққаннан кейін ауылға барып, подаркасын беріп, екінші отдел деген Нұғманов бет, соған беріп тұрып, сөйтіп кеткен әскерге. Екатеринбургта служить еттім. Сол кезде айтатымыз, қайраттан жанымыз әулие емес деп. Ату жасын алған қайраттан жанымыз әулие емес деп. Әлі де айтам, қайраттан жанымыз әулие емес, елдің тыныштығы үшін. Қалай ойламасын. Және халықпын деп, көп халық шүкіршілік етеді. Бұдан да жаман күнде тойға барғанбыз деген халық. Олар отыр, Құдайға шүкір. Ал енді сендердің айтын алып тұрған, сендер халық емес, сендердің арыз, сендердің фитназ деген, бүлгіз деген бәлесіңдер. Сондықтан халық мен ағам халық емес па, інім халық емес па, әкпем халық емес па, көршім халық емес па, ағашым, жиенім халық емес па. Олардың бәрі шығатын болса, шығатын емес, бізде недоволен деп айтатын ек. Сонда мен төңірегімде немде, Рысқұлбектің әулетінде, я болмаса мен ағашларым, басқалардың қасында, менің ауылымда бір недоволен, бір адам табылмаған ма? А сендер бәрің мынаяқтағы заказбен шығушындар. Ана Әблязовтың қитұрқы мақұлықтың ішіндегі ең оңбағаны, соны айтып отырған. Еще бұны мен жанымды күйдірген, мен бұндай қаттыға бармасем деп айтпаймын, барам мен бәрі. Бірақ именно мына одан сайын ашыңдар. Қайрат Рысқұлбек ол ешқандай герой емес дейді. Сендер тірі кезінде сендерге сөз тигізіп жатқан жақтарыңды айырам, аяқтарыңды сындырам деген кезде көтендерің ойнап, жыбырлап, неше түрлі әңгімен айтып, жігітсіңдер ма, келіңдер сол жерде тұрып берейік. Вот сол кезде маған қарсы тұрып беріңдер. Вот мен мына Аллахпен ант етем, иншаллах мен сендердің аяқтарың сындырам. Бақ десең де, шақ десең де.
менің қайратты міне бәрің белгілі болды. Қайрат тірі болса үйтпес еді, қайрат тірі болса бүйтпес еді, Талғат сияқты өкіметке жақтаспес еді деуші едіңдер. Солардың өтіріктерін өздерің көтендерің өздерің аштыңдар. Әбіләзов өзі бірінші болып ашты. Өйткені қайратты никакой герой деді. Ал сендер онда қайратты неменесін әсіп етті, қайрат болса үйтпес еді, бүйтпес еді дейтіндер. Давай, ол герой емес екен ғой. Қайратта мен сияқты екен ғой онда. Мен сияқты онда тварь деңдер. Ал Аллах жазаларыңды береді. Сендердің ұрпақтарыңа дейін Аллах Тағала қор қылады. Тәубе етіңдер. Әсіресе қайратқа тіл тигізіп жатқан. Сендер тірі маған тіл тигізіп, әруақ қайтыс болған, әшінде әруақ деп жүретін әруақшыларың қайда кеттіңдер сендер? Қайратқа тіл тигізіп, Әбіләзов тіл тигізген кезде, ол ешқандай герой емес деген кезде қайда қалдыңдар сендер сол кезде? Қайрат сотталған кезде қайда қалған ата-аналарың, ағаларың? Сол сияқты қазір де қайда қалдыңдар қайратқа тіл тигізіп жатқан кезде? Ишақсыңдар, чортсыңдар, мақлұқсыңдар әгің. Одан сайын, Әбіләзов, егер сен еркек болсаң, мен саған барам, сен маған туда обратно билетіңді алшы, мен саған барам. Прямой эфирда, сол жерде бір любой жердің залын жалайықта рингке шығайық, мен сені сындырам мақұлық. Қайратты осындай никакой герой. Желтоқсанда қайтыс болғандардың жалғыз қайрат өзі, олар да никакой герой деді. Бүкіл желтоқсандықтар саған ашынып отыр. Сен оңбаған өзің төсектің артына тығылып қалып, сол кезде шықпағаның мен былай қойсын, ендігі шыққандарға сен тіл тигізіп жатсың. Мақұлық. Сен ертең күні осы жерде қандай басшы болам, бір нәрсе болам деп қаям жеп жүрсің, мақұлық. Еще Талғат, Титушка, Митушка, мені Аллахпен ант етем, мен өкіметтің емес, мен өзім өкімет маған жағдайын берсем, баяғыда байып кетерем, сен сияқты. Саған жағдайын, саған өкімет берді ғой, жасады ғой, байып кеттің ғой. Сен Назарбаевқа неден кешірім сұрадың ғой, кешірші, Нұрсұлтан, беш, бір бәле деп жыладың ғой сен. Натуральный образым жыладың ғой сен, ишак. Сен қаншама бауырларың саттың, аналар соңында интернетке салған кезде қайда қалдың сендер? Бұларды жоқ үйтіп жазған жоқпын деп бір ауыз сөз айтқан жоқсың. Өйткені сен өз почеркіңді өзің білесің ғой. Бәрінің артынан, Ленин, типа погонялың. Сондықтан сен елді, қарапайым халықты, қазақтың жігіттері мен қыздарын бостан босқа поджигать етпе. Солардың қаншамасы сотталды, біреуіне араша түстің ба? Сендер жігіттер, қыздар, очнитесь, сендерді іш нәрсе сендерге көмектеспейді. Ертең күні сендер де кетесіңдер сотталып, бала шағаң, ата-анаң жылап қалады. Бұл совет өкіметтегі сотталумен қазірді путать етпеңдер. Жаңаөзендегі атқан кезде қайда қалдың дейді. Причем тут Жаңаөзендегі атып жатса, ол жерде болып жатқандар, мен сол үшін медаль алмай қойған, берген медальді. Жаңаөзендегілер кінәлілер табылсын дедім. Миллион гектар Қытайға берілмесін дедім. Мектептің бірінші класстан бастап шет тілі кіргізілмесін дедім. Желтоқсанға саяси статус берілсін дедім. 5-ші талап не еді? Намазханалар ашылсын дедім. 5 талап қойдым. Осы 5 талап үшін міне қазір әкімшіліктегі кім отырғаны куә айтты. Айдар Есенбек Айдар куә, сол кезде ішкі саясатында мен айттым, мынауыңа отказ берем деп, журналист алып барып тұрып түсірдім. Өйткені осы 5 талабымды орындасын деген. Сондықтан ол кезде так что ана жақта қайда қалдың, мына жақта қайда қалдың деме. Сендерге медаль берсе жыртынап 4 аяқтап келіп алар едіңдер. Ешкім біз ол медаль және маған берген емес етін, бүкіл желтоқсандыққа берілген етін. Ана біреу Иманғали үй берді деп мақтанды ғой деп қойды. Қарлығаш Әбіләзова деген Әбіләзовтың қарындасы маған шыққан жекеме шығып тұрып айтты. Талғат, сенің қайратыңды соттаған Назарбаев қой, Нұрсұлтан ғой, ана мынау соның несіне, сен неге оны қолдайсың, неге бүйтесің, соның өліміне кінәлі со ғой, ана мынау деп мен жекеме Фейсбукқа шықтым. Қарлығаш Әбіләзова көріп отырсаң мойында. Мен айттым, ақмақ болма дедім, сенің ағаң завод, фабрика ашып ақша тапты ма? Сол ақшаның бәрін Қазақстан залогқа қойып, Всемирный валютный фондтан қаншама ақша алып көтеріп кетті. Өкіметтің банк развитияға берген қаншама ақшасын алып кетті. Қарапайым любой адам біледі, егер анықтайтын болсаң. Көздеріңді жұмып ешек құсап соңынан ере бермеңдер мақұлықтың. Сонда сөйтіп Қарлығаш Гүлнар Лепесбаева, міне ол да көретін шығар осыны. Соған шығыпты, жекесіне мен оның бәрін салам. Айтып отыр, сен достығым арасында сен Гүлнар, сен ақылың бар шығар, неге сен ана Талғатты қолдайсың, үйтесің. Уже басында мені тартпақшы болды, енді Гүлнарды тартпақшы болып Лепесбаеваны. Соң айт, Гүлнардың жауап хаты бар, осында бәрін қасына салам осыны. Сондықтан мен сендерге айтатыным, мынандай ақымақ ишақтарға сенбеңдер. Бұлар әдейі ақшасын сақтап қалу үшін бүкіл нәрсеге барады. Көрдіңдер ме, уже желтоқсан емес деп, случайно біреулер просто стихийный болған нәрсе деп, стихийный болса қалай болса да, еліміз, жеріміз басындырмай біз шыққан 30 мың адамды жоққа шығарасың ба мақұлық? 30 мың адамның солардың бәрі сенің
Аллах тағала сені сол үшін лағнеттесін, бәріне жала жапқан үшін, солардың бәрін жаласын сен көрмей өлме. Ол и так көресің, және сен тәубе етпесің, үрім бұтағыңа кетеді. Тып-тыныш тұрған елдің қаймағын бұзба. Және де мен айтарым, мен бір жетіскеннен, анадан, мынадан деп жексірім болып бір нәрсеміз. Халық деген мына шыққан бір ар кетсе Фейсбукта отырған 1000 адам, 2000 адам емес. Халық деген бүкіл ар жағындағы 17-18 миллион. 17-18 миллион. Мен опрос жасайын ертең көшеге шығарып. Ешқайсысы да сені қолдап отқан жоқ. Заказбен ақша беріп, әдейі сөйтіп жіберіп отырсың. Бірақ солардың бәрін ақшаларын көттеріне тұғам. Айтқан. Блин, твар, еще дағыда кеше конференцияға бүйтіп айтты деп. Бұрмаламаңдар, как ана ес айттым. Дұға қылатындарын келетіндеріңді дұға қылып кетіңдер. Ал енді немен қылышпен келгендерін қылыштан қайтасыңдар. Арам пиғылмен келгендер арам пиғылмен қайтасыңдар. Солай общем. Сондықтан қалған мынау Әбіләзовтың сөзіне еріп шығам деушілер, кішкене болса ойланыңдар. Одан қайта тып-тыныш үйіңде шайыңды ішіп, қатының бала-шағамен ойнап, қасында отырғанға не жетсін? Ертең күні ел аман, жұрт тынышта. Кеше коммунист партияда біздің сотталғандарымыз жерінде осындай уақытта қосақ арасында кетіп, ертең түрмеден бірақ шықпаңдар. Айтарым осы. Сондықтан қай қайсың болатын болсын, кішкене бастарын жүгіртіңдер. Қайда бір 10 мың, 100 мың, 200 мың, 500 мың теңге үшін ертең жылап қойыңдар. Маған, мен Әбіләзовқа айтамын, миллион бер, мен тек қана саған қарсы шықпасам да, мен саған қарсы болмасам, мен үндемеймін десем, $1 миллион лақтырасың ғой, мақұл. Неге қарлығаш маған шықты сол кезде? Неменеге мен жекеме көкетаяу сен үйтті бүйтті деп жатыр. Бұлар айыр құйрық шаяннан да жамансың. Бәрінен де осындай тыныштық уақытта, бұдан да жаман күнімізде тойға барған халықпыз. Сондықтан шүкіршілік етейік. Қазір Құдайға шүкір болып жатыр. Қаншама президент, қаншама көп балалы аналарға жағдай жасады, қаншаның кредитін өшірді, қаншама қазір пособиялар алып жатыр. Біртін болады. Мен оған сенем. Және кеше ғана бір әкімшілікке барып жиналыстан, кеше емес, осыдан 3 күн бұрын ба әкімшілікте жиналыста айттым. Желтоқсандықтарға жылда 5-6 үйден беріліп тұратын, ең құрмаса соны жаңартыңдар. 5-6 үйден ең құрмаса беріп тұрыңдар желтоқсан. Қаншамасы үйсіз жүр. Соларға да беріңдер, іштеме жоқ. Ана Иманғали Тасмағамбетов үй берді деп айтты, бүйтті. Менің үймен бірге Нұрлыбек Қуанбаев, астындағы Мәден, үстінде тұрған кім Ерлан Байсымбеков, мен бәрімізді алдық сол кезде. Сонда бәрімізде биліктің қолшоқпары едік? Жоқ, оқудан шыққандар, сотталғандар алып бітті. Одан оқудан шыққандар алдық. Бір нәрсен, бір ілік іздейтін адам, конечно, ілік іздейді. Ана жүріс жаман жігітті ел ішінде жауалар дейді. Сонда жүріс жаманға ұрынып қалмаңдар. Анам марқұм айтатын, жиі айтатын, өзің білме, білген тілін алма деген қарғысқа ұшырап қалмаңдар дейтін. Сосын екіншісі, ас жерде көт шарда керек дейді. Сендер бір дүниенің, бүліктің сондай үшін ертең күні өз-өздеріңді қинап қоясыңдар. Сондықтан бәрің айтам, әр қазақ мен жалғызым деп құр сайрап жүргендерді көтеріп, әр қазақ жалғызым дейтін адам бірінші өзіне жаны ашиды, өзінің құлшылығын жасайды. Құдайдың алдында ақыретте барған кезде не деп жауап берем деп намазын түгендейді. Сосын барып қалғандарына бала-шағасын құлшылыққа үйретеді, адалдыққа үйретеді, шындыққа үйретеді. Шындыққа деген кезде ақиқат деген нәрсе мына таудың жаратылысынан қарасын, алмарасын. Осы Құдай өзі де рас, сөзі де рас деген Құдайдың алдындағы құлшылығын жасауға үйретеді. Мені қалай десеңдер де Құдайсыз қурайсынбайды. Ең Раббысын танымағандар мал сияқты, бәлкім малдан төмен тобырлар болатын болсаңдар. Флаг вам на руки, білген боқтарың жеңдер, бізбен сол жерде қырылысып өліңдер. Сол керек болатын болсаң. Ал егер тәубе ететін болсаңдар, әр уақытта құшағымыз ашық, келем дейтін болсаңдар, және ол бүкіл қазақтың атынан сөйлейтін сендерге кім берді? Ән жерге біз халықпыз. Атаң бас халықсың екен. Бір екеуің 10-ың, 20-ң, 100-ың отырып алсында біз халықпыз, халыққа үйтіп айтты, халыққа бүйтіп айтты деп. Бүкіл ауыл менің халқым, бүкіл халық мені қолдайды. Ертең күн мен сол жерге кем дегенде қазір мен неге салам, 200 адам кем дегенде, 200 адам менің жігіттерім бар да, одан артық қанша шығам дейтін болсаңдар, келіңдер деймін. Және мен оны бәріне чатқа таратам. Қайтадан бөлек отырып, үйге барған соң обращение жасап тұрып шақырамын. Аллах тағала бізді және ұрпағымызды иманды дұрыс құлдардан болды нәсіп етсін. Кеттік ал. Айда, жүгір, кеттік.